Елбасының бұл мақаласы былтырғы рухани жаңғыру бағдарламасының жалғасы іспеттес. Ұлы даланың 7 қыры мақаласы 2 бөлімнен тұрады. Алғашқысы ұлт тарихындағы кеңістік пен уақыт деп аталады. Мақаланың аты айтып тұрғандай, негізгі бөлім ұлы даланың 7 қырын айқындап береді. Оның ішінде 7 қазынамыздың бірі жылқыға ерекше мән беріліп отыр. Ұлы дала халқы металл өндірумен терең тарихымен мақтана алады. Сондай-ақ түркі әлемінің бесігі болып, Еуропа мен Азияны жалғаған Қазақстан ұлы жібек жолын жаңғыртуды да көздеп отыр. Қазақ даласының сулы, нулы табиғаты да елеусіз қалмады. Ал мақаланың екінші бөлімі алдағы уақытқа бағыт-бағдар береді. Елбасы төл тарихымызды бағалап, жаңғыртуға арналған нақты 6 тапсырма жүктеді. Оның ішінде архив 2025 7 жылдық бағдарламасын жасау, түркологтардың дүниежүзілік конгресін ұйымдастыру, ұлы дала атты ежелгі өнер және технологиялар музейін ашу сынды тарихи әрі маңызды міндеттер бар.